Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін біз ұнсыз, майсыз, пайдалы десерт дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге 110 грамм овсянка, 150 грамм творог, 1 банан, 4 үлкен қасық қаймақ және де кез келген жеміс қажет болады. Ең алдымен біз овсянкамызға қайнаған суды құйып 15 минутқа бұқтырып қоямыз. Келесі кезекте бананымызды алып вилкамен пюре жасаймыз. Мінекей біздің бананымыз дайын болды. Ендігі кезекте салмасын дайындаймыз. Ол үшін творогқа қаймағымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Қалауларыңызша қант қоссаңыздар да болады. Жақсылап біркелкі етіп араластырып қоямыз. Ендігі кезекте овсянкамыздың артық суын алып тастап, бананға қосатын боламыз. Енді жақсылап тұрып араластырамыз. Бізде біркелкі масса шығу қажет. Кез келген форма алсаңыздар болады. Формаларыңызды міндетті түрде майлаңыздар. Осылай корзинка тәріздес форма жасап шығамыз. Мінекей біздің корзинкаларымыз дайын болды. Ендігі кезекте салмасын саламыз. Бірінші жаңағы творог пен қаймағымызды салып шығамыз. Мінекей біз салып шықтық. Кез келген жеміс түрін қолдансаңыздар болады. Менде бұл қатырылған малина. Қант араласқан. Сондықтан мен жаңағы творогқа қант қоспадым. Барлығын жайғастырып шығамыз. Енді бетінен тағы да творогымызды салып шығамыз.
Бұл десерт өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. «180 градус қызып тұрған пеште 20-25 минутқа салып аламыз. Бұл пайдалы десертті міндетті түрде жасап көріңіздер. Әсіресе дұрыс тамақтануды ұстанып жүрген қыз-келіншектерге жасауға кеңес беремін. Мінекей, біздің пайдалы десерттеріміз дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын.